Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзім үйде жасайтын дәруменге бай қызылша салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Піскен қызылшамызды майдалап чокадан өткізіп аламыз. Жақсылап. Осы рецепт бойынша молырақ жасай десеңіздер, молырақ жасай берсеңіздер болады. Мен мына жерде 2 қызылша алдым. Енді піскен жұмыртқамызды өткізіп аламыз чоркадан. Мына жерде мен 3 жұмыртқа алдым. 3-4 қоса берсеңіздер болады, қалауларыңызша. Енді мына жерде сыр қосамыз. Горох қосамыз. Енді майдалап сарымсақты теркадан өткізіп аламыз. Мына жерде қалауларыңызша қоса бересіздер. Ашылау бар десеңіздер, ашылау. Мен мына жерде 2 данасын алдым. Сарымсақтың. Кішкене шым-шым тұз қосамын. Осыған енді майонез қосамыз. Майонез қаламасаңыздар, қаймақ қоссаңыздар да болады. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің салатымыз дайын. Асықста тез-тез салат жегің келген кезде жасай салатын оңай, дәмді әрі дәруменге бай салаттардың бірі.